Ассалаумалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге сол баяғы Авадикус арнасы өткен блоктан бері 4 күнде өтті. Сол 4 күн ішінде біз мына жерге бардық. Және де сол жер туралы влог біздің арнаға шығады, егерде осы видео 10.000 лайк жинап тастаса. Ондай жерді сізде менде көрмегем. Барған кезде мынау Қазақстан ба не деп в шоке болдық. Сондықтан тіркелмегендер болса, төмендегі подписаться мәзірін басып, мықты саяхат видеомызды күтіңіздер. Ал біз негізгі тақырыпқа тура 1 минуттан соң оралатын боламыз. Ал ендеше бастайық. Қазір карантин, ол деген сөз көбіңізге ақша артық етпейді деген сөз. Соған орай Париматч баршаңызға 60 000 теңгеге дейін дерзкий бонус беріп жатыр. Не істеу керек? Бар болғаны комменттегі сілтеме арқылы кіріп, жай ғана тіркелу қажетсіздер. Тіркелде дерзкий бонусыңды алып кел. Өкінішке орай өткен аптада біз Айсұлтанның өлімі жайлы қайғылы хабарды естіген болатынбыз. Ол хабар менде айналып өтпеді. Өз басым қатты біртүрлі болдым, себебі ол жастайынан өмірден озды. Мен мың ойландым, бұған не себеп болды екен деп. Он есірткіге тәуелді болған, ол өзі де мойындаған еді. Алайда жүрек тоқтауға ол әсер етті ма, бір Құдай біледі. Қаңтар айында өздеріңіз білетіндей Айсұлтан Назарбаев өзінің Facebook парақшасында біртүрлі посттар жариялай бастаған болатын. Нақтырақ айтқанда былай деді: олар мені тез арада өлтірулері мүмкін, немесе мен есім ауысқан деп дәлелдеуі мүмкін, немесе мен әкемді камерада асқандай асылдырып өлтіруі мүмкін. Осы постты 29 жасар Айсұлтан 2020 жылдың 22 қаңтарында жариялады. Содан кейін 2 ақпан күні елбасының немересі отбасынан 2016 жылдан бері қысым көріп жатқан жариялады. Ал 13 ақпан күні болса Айсұлтан Ұлыбританиядан саяси баспана сұрады. Себебі оның айтуынша семьясы әртүрлі жолмен қыспаққа алып жатты. Сол себептен Ұлыбританиядан саяси баспана сұрауына тура келіпті. Ең есте қалған сөзі мынау: соңғы 5 жылда менің өмірімде қара жол көбейіп кетті. Адамдарға не болып жатқан жайлы және бұның бәріне не себеп екені жайлы білетін сәт келді. Сонымен қатар Айсұлтан Қазақстан мен Ресейдің үкіметі арасындағы үлкен жемқорлық жайлы біраз ақпарат білетінін айтқан еді. Оның сөзінде халықтың ең таңғалдырғаны Нұрсұлтан Назарбаев мен атам емес, ол мен әкем деген сөзі. Басқа да толық ақпаратымды Таймсқа берген сұхбатымнан оқи аласыздар деген. Алайда ол интервьюсы ақыры желіге шықпады. Не де болса да, Айсұлтан бауырымыз өмірден озды. Шын мәнісінде не болған бір Құдай біледі. Дегенмен де Максим Шевченко атты ресейлік әйгілі журналист Айсұлтанның өлімі саяси өлім келтіру болуы мүмкін ба деген сұраққа жауап берді. Максим бұл нұсқантты жоққа шығармады. Оның айтуынша бұндай фамилия иегерлері арасында зорлық пен өлімді жоққа шығаруға болмайды. Оның үстіне оларға қатысты қазіргі саяси жағдаймен ол отбасының жауларын ескеретін болсақ деді. Енді Айсұлтанның өліміне қатысты жан-жақтан түрлі пікірлер айтылып жатыр. Түрлі бітпейтін болжамдар айтылып жатыр. Енді мен айтайын, осымен Айсұлтан жайлы қозғауды доғарайық. Отбасына тыныштық берейік. Қанша дегенмен де анасына, ағасына оңай емес. Біз қанша болжам жасасақ та, пікір айтсақ та Айсұлтанды қайтара алмаймыз. Мен өз басым Айсұлтанды Назарбаевтар әулетіндегі қара матаның ішіндегі әппақ тап деп санаймын. Қазіргі сәтті бастан кешіп отқан Айсұлтанның отбасына шын жүрегіммен көңіл айтамын. Құрметті достар, Құдай қаласа келесі блокта біз осы жерді көрсететін боламыз. 1-2 күнде шығады. Өте таңғаларлық видео болады деп үміттенемін. Қазақстанда саяхаттауды бастадық. Сіздер үшін ерінбей тау-тас пен қара жолды жағалап видео түсірдік. Сондықтан барынша қолдау күтем. Ол видеоны жіберіп алмас үшін бар жоғы арнаға тіркелу керексіздер. Сіздермен бірге мен Авадикус, келесі кездескенше.